Сәлем баршаңызға, сіздерге ерекше дәмді қытырлап шығатын пирожкиді ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су және дрож, тұз, бір жұмыртқаны, сұйық май қосып, жақсылап бәрін араластырамыз. Өлшенген ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап илейміз. Осындай тесті болып шығады. Бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Оған дейін табамызға жуамызды қуырып аламыз. Ұсақтап кесіп, қызарғанша қуырамыз. Әбден қызарғаннан кейін бізге қайнатылған картоп керек болады. Картоп пен пиязды салып және тұз, бұрышымызды салып, жақсылап еземіз. Тестіміз көтерілгеннен кейін ұзынша қылдырып, бір келкі қылып бөліп шығамыз. Одан кейін осылай қолымызбен домалақтап, бір-бірлеп қойып шығамыз және үстіне салафан кигізіп қоямыз. Формаға келтіріп, осылай қолымызбен жайып шығамыз да, ішіне салмасын салып, қолымызбен бүріп шығамыз. Бізге бір жұмыртқа қажет. Ол бір жұмыртқаның ағын және сарысын бөлек ыдыстарға салып, одан кейін сарысына 2 қасық сүт құйып араластырамыз және ақ бөлігін алып қоямыз. Қазанымыздың астын жағып, қазанымызды қыздырамыз. Қақпағын төңкеріп, осылай бір-бірден алып, жұмыртқаның ақ бөлігіне малып, осылай видеодағыдай қойып шығамыз бәрін. Сары бөлігін осылай жағып шығамыз үстіне. Одан кейін қақпағымызды жауып, қызарғанша қоя тұрамыз.
Сіздер де жасап көріңіздер, өзіме қатты ұнады, қытырлап, кәдімгі духовкада піскендей болды. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.